Бізге керек заттар жұмыртқа, болгарский перец және де помидор болса, осылай видеода көрсетілгендей ұсақ-ұсақ қылып болгар перецін тураймыз. 3 түрлі түс болса болады. Майымызды қосып, қыздырып, бұған пияз қоссаңыздар да болады, бірақ мен пиязды қоспадым. Пиязды қатты жақсы көрмегендіктен. Жалпы пияз қосып, бірінші пиязды қуырып алсаңыздар болады. Жұмыртқаны жарып, тұздап, араластырып қоямыз. Менде 2 жұмыртқа болды. Өздеріңізге әркім қалауынша салса болады. Өсті видеода көрсетілгендей майға қыздырып қуырып аламыз. 1-2-3 минут жұмсарғанша көкөністер жұмсару керек. Сосын қызғаннан кейін жұмыртқамызды дайындап, үстіне кішкене тұз себіп қойсақ болады. Тұз себеміз үстіне. Ал енді үстіне құямыз. Оған да сәл-сәл тұз қосамыз. Қарабаш қоссаңыздар да болады, әркім өзінің қалауы бойынша. Бұл шакшука деп аталатын тамақ. Мен өзім завтракке жегенді өте қатты жақсы көремін. Өте дәмді, не көріп тұрғандарыңыздай. Мінекей ас болсын. Қазір дәмін көретін боламыз. Ал, бисмилля. Машалла. Өте супер, керемет.